Жақында Орда KZ редакциясы қазір Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторында қамауда отырған Деки Арманға адвокаттар арқылы өз сауалдарын жолдады. Деки Арманның берген жауаптарының қысқаша үзінділерін осы бейнемізде келтіреміз. Ақпарат Орда.kz сайтынан алынды. Орда.kz Қазақстан қонақ үйінде іс жүзінде не болды және ол жерге қалай келдіңіз? Бейне роликтерде қасыңызда Қайрат Құдайберген болды. Онымен қарым-қатынасыңыз қандай? 2022 жылдың 5 қаңтарында кешкісін қасымда жүрген жігіттердің бірі Қайрат Құдайбергеннің Қазақстан қонақ үйінде ел болашағын ойлайтындардың барлығын жинап жатқанын айтты. Осыдан кейін мен сонда бардым. Мен келгенімде мұнда көптеген адамдар жиналып үлгерді. Спортшылар, кәсіпкерлер, депутаттар, әкім, прокурорлар, белгілі қайраткерлер және жай еріктілер. Сол жерде Қайрат Құдайбергенмен екінші рет таныстым. Осыдан кейін бәріміз Қазақстан Балрум қонақ үйінің мейрамханасына барып, Алматыдағы жағдайды, тонаушылармен қалай күресу керектігін талқылай бастадық. Қылмыс орнында ұсталған қарақшылар мен қылмыскерлерді еріктілер Қазақстан қонақ үйіне әкелді. Олардың арасында зорлаушылар, қарақшылар, тонаушылар, арандатушылар және ДВК өкілдері болды. Ол кезде құқық қорғау органдары болмағандықтан, 102 істемегендіктен ұстаған адамдарды Қазақстан қонақ үйіне ұстауға мәжбүр болдық. Мен Қайрат Құдайбергенмен алғаш рет өткен жылдың 5 қаңтарында Тәуелсіздік монументі жанындағы алаңда жолыққаныма, ол маған жақындап сәлем бергеніме, дәл осы сәтте танысқанымызға назар аудартқым келеді. Ол сонда ақ шерушілерді тәртіпсіздікті тоқтатуға шақырды. Орда.kz Сіз туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеген деп айтып жатыр. Құқық қорғау органдарына қарсы барлаумен айналысқан ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5 басқармасының экс-басшысы Руслан Ысқақов Самат Әбішевтің Алматыдағы полицейлерді құтқаруды, ол үшін сізді тартуды бұйырғанын айтып, қазір куә болып отыр. Ол сізге хабарласты ма? 2022 жылдың 5 қаңтарында түскі уақытта Ысқақов маған телефон соғып, әкімдіктегі адамдарды құтқару үшін алаңға шығуымды өтінді. Олардың арасында полиция қызметкерлері де бар. Мен көмектесуге келістім. Өйткені ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5 басқармасының бастығы кепілге алынғандарды құтқаруды өтінсе, жағдай қиын. Қазақстанға қауіп төніп тұр. Бұл еліміздің тәуелсіздігінен айырылып қалуымыз мүмкін екенін түсіндім. Өйткені күш құрылымдары жағдайды бақылауда ұстаған жоқ. Алаңға шығып барымтадағыларды құтқарып, тәртіпсіздікті тоқтатуды парызым деп санадым. Алаңға келгенімде әкімдік отқа оранды. Жігіттерден әкімдікке барып кепілге алынғандар бар жоғын білулерін өтіндім. Ол жерде заттарды шығарып жатқан халықтан басқа ешкім жоқ. Мен алаңда адамдарды көрдім. Олардың кейбіреулері полиция қызметкерлерінен алып кеткен қару асынып, оқ өтпейтін жилет киіп алып жүрген. Бүтіндей бейберекеттік болды. Ешкім ешкімді тыңдамады. Айналаның бәрі қирап өртенді. Өрт сөндіру көлігіндегі кейбір арандатушылар адамдарды полиция бөліміне, әуежайға және басқа да әкімшілік ғимараттарға шабуыл жасауға шақырды. Алаңға жиналған халық екіге бөлініп кетті. Біреулер полиция қызметкерлеріне шабуыл жасады. Енді біреулер мемлекеттік жүйені құлатуға шақырды. Басқалары ескерткіштің жанында тұрып шал кет деп айқайлады. Енді біреулерінің қолдарында полиция қызметкерлерінен тартып алынған дулығалары мен қалқандары болды. Көпшілікке арандатушыларды тыңдамауға, әкімшілік ғимараттарға шабуыл жасамауға, полиция қызметкерлерін ұрмауға шақырып сөз бастадым. Өйткені олар Қазақстанның азаматтары, біздің ағайындар. Мен оларға айттым, егер билік сізді тыңдасын десеңіз, тәртіпсіздікті тоқтатып бейбіт диалогқа келіңіз. Әйтпесе мұның бәрі бейбіт тұрғындардың көптеген құрбандарына және елдің егемендігінен айырылуына әкелуі мүмкін. Мен ақсақалдарды не тәртіпсіздік басшыларына баруды, немесе мемлекеттік қызметкерлермен диалогқа түсетін әлеуметтік мәселелерді, оның ішінде несиелерді есептен шығаруды, утилизбор мәселесін шешуді, жалақыны көтеретін халық кеңесін құруды үндедім. Көпшілік мені естіп қолдады. Содан кейін мен резиденцияға жасалған шабуылдан 500 адамды алып шықтым. Еріктілермен бірге халық қоршауында қалған 4 қызметкерді құтқардық. Олар сол сәтте көлікте болды. Бірақ ДВК-ның кейбір өкілдері наразылық білдірушілердің мені қолдап, менің уәждеріммен келіскенін көріп, мені ұлттық қауіпсіздік комитетіне жұмыс жасайды, мені Назарбаевтың адамы деп, мені тыңдамау туралы айтып, айғайлай бастады. Осыдан кейін мен Руслан Ысқақовқа телефон соғып, әкімдіктегілер шерушілерге шыға ала ма деп сұрадым. Мен олардың қауіпсіздігіне кепілдік беретінімді айттым. Осылайша бұл жанжалды бейбіт жолмен шешіп, Алматыда болып жатқан тәртіпсіздіктерді тоқтатуға болады деп ойладым. Ысқақов маған ешкім келмейді, әркім өз
өмірі үшін қорқады, ешкім жауапкершілік алғысы келмейді деп жауап берді. Орда.kz: қалай және қайда ұсталдыңыз? 7 қаңтарда мен 25 қабатта орналасқан Ритц Карлтон қонақ үйінің мейрамханасында болдым. Бізге даяшы келіп, қонақ үйдегі бөлменің жанында арнайы жасақ қызметкерлері бар екенін айтты. Олардың келу себебін білу үшін төменге түстім. Осы кезде пулеметпен жасақтанған арнайы жасақ қызметкерлері антитеррор операциясы жүріп жатыр деп айқайлап, бізді жерге салды. Еденде жатқанымда Алматы қаласы полиция департаментінің орынбасары Берік Әбілбеков қасыма келіп, маған ешқандай шағымы жоқ екенін, бұл министрдің жеке бұйрығы екенін, мені әуежайда бізді Астанаға апару үшін әскери ұшақ күтіп тұрғанын айтты. Осыдан кейін олар менің басыма сөмке кигізіп, бүкіл денемді шынжырмен орап, бронетранспортермен әуежайға алып кетті. Сол жерде олар мені таяқпен және электрошокермен ұра бастады. Содан кейін олар мені ұшаққа отырғызды. Сонда да олар мені ұруды жалғастырды. Астанаға келген соң олар мені шынжырмен ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторына әкелді. Сол жерде де мені ұрды. Келесі күні мені Астана қалалық полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына ауыстырды. Сол жерде менімен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің криминалдық полиция басқармасының бастығы сөйлесті. Ол мені тәртіпсіздіктер ұйымдастырды деп айыптап, Кәрім Мәсімов келесі камерада екенін айтып, оған қарсы куәлік беруімді сұрады. Егер мен мұны істесем, ол мені босатамын деп уәде берді. Кіммен екенімді, ішкі істер министрлігімен бе, әлде ұлттық қауіпсіздік комитетінің сатқындармен бе, соны шешуімді де өтінді. Мен онымен де, басқалармен де емеспін деп жауап бердім. Елім үшін алаңға шығып, борышымды өтедім. Тәртіпсіздікке Кәрім Мәсімов немесе басқа адамдар қатысқан болса, егер олар шынымен отанды сатқандар болса, оларды атып салыңдар дедім. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде мен куәлік беруден және барлық тергеу әрекеттерінен бас тарттым. Соғуды тоқтатпасаңдар, тамырымды кесіп аламын деп қорқыттым. Содан кейін бәрі тынышталды. Алматыға әкелгенше бірде-бір куәлік берген жоқпын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында маған прокуратура қызметкерлері келіп, маған және қаңтар оқиғасына қатысты әділ және жан-жақты тергеу жүргізілетініне уәде берді. Бірақ іс жүзінде бәрі мүлдем басқаша болып шықты. Тергеу бір жақты жүргізілді. Айыптау бағытында дәлелдемелер бұрмаланды. Куәгерлер мен күдіктілер өздеріне қажетті айғақтарды алу үшін оларды қорқытты. Тергеу қаңтар оқиғасы үшін емес, менің өткен 2005 және 2016 жылдардағы істерім бойынша жүргізілгендей болды. Орда.kz: ұсталып Қазақстан қонақ үйіне жеткізілген шынайы адамдар бар. Оларды жеке өзіңіз ұрдыңыз деп отыр. Сонда шынымен не болды? Еріктілердің айтуынша қылмыс қылып жатқан орнында ұсталғандардың барлығы Қазақстан қонақ үйіне жеткізілді. Мен өз тарапымнан ел тағдырын ойлайтындардың барлығын ішкі істер департаменті, әкімдік, президент резиденциясына, күш құрылымдарына шабуыл жасаған тонаушылар мен арандатушылармен күресуге шақырдым. Осы кезде арандатушылар жиналғандарға есірткілік анальгетик трамадол дәрісін, қару-жарақ беріп, бейбіт тұрғындар мен құқық қорғау органдарын қан төгу арқылы қазіргі конституциялық құрылысты құлатуға шақырды. Бейне жазбаға түсірілген бұл фактілердің барлығы айғақтармен расталды. Мен жеке өзім ешкімді ұстаған жоқпын, бірақ кейбір кезде қолға түскен тонаушылар мен ДВК жақтастарынан олардың штабтары қайда, қару-жарақ есірткіні қайдан алғаным, лаңкестермен байланысы бар жоғын білу үшін сұрастырғанымды жоққа шығармаймын. Сол кезде Қазақстан аумағына 20 мың лаңкестің кіргені хабарланған болатын. Мен оларға Әбіләзовпен байланыстар бар ма деп сұрақ қойдым. Өйткені мен оны республикамыздың ең маңызды террористі деп санаймын. Кейбіреуін ұрдым. Біреуі есірткі қабылдап алған болатын. Ол лайықсыз қылықтар жасап, Әбіләзов үшін өлемін деп айғайлаған. Тағы біреуі еріктілердің айтуынша кішкентай қызды зорламақ болғанда ұсталды. Бірақ оның алдын алып Қазақстан қонақ үйіне әкелінді. Эмоционалды түрде мен оны 1-2 рет тептім. Менің ойымша ведомствоаралық жедел тергеу тобының басшысы тергеу жан-жақты және объективті жүргізілсе, менің барлық дәлелдемелерім расталатынын түсінеді. Сонда 2022 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасының бас прокуроры шығып, мені кінәлі деп жариялап, жазықсыз адамдарды ұстадым, әкімшілік ғимараттарға шабуыл жасадым, арандатушы болдым, жаппай тәртіпсіздіктердің ұйымдастырушысы болдым, менің жоғалтатын еш нәрсем жоқ деп парламент пен Қазақстан халқын жаңылыстырып жібергені болып шығады. Бас прокурор тарапынан ең маңызды бұзушылық Конституцияда және халықаралық пактіде көзделген кінәсіздік презумпциясы болып табылады. Оған сәйкес адам заңды күшіне енген үкіммен кінәлі деп танылғанға дейін қылмыс жасауда кінәсіз деп есептеледі. Ал бұл тергеу органдары қорғауға тиісті негізгі заң. Бірақ прокуратура мені қылмысқа кінәлі деп танып, өрескел бұзып отыр.
Қазақстан Республикасы прокуратурасы тарапынан жоғарыда көрсетілген заң бұзушылықтардан кейін ешқандай жан-жақты және әділ тергеу туралы сөз болуы мүмкін емес деп есептеймін. Ал ведомствоаралық жедел тергеу тобы басшысы арнайы прокурор бола тұра, менің ойымша тергеудің барлық 11 айында істі бұрмалаумен, қорқытумен, үркітумен, қылмыстық іске қатысушыларды жалған айғақтар беруге мәжбүрлеумен, сол арқылы тергеудің ресми нұсқасын Қазақстан Республикасы бас прокурорының сөйлеген сөзіне туралаумен айналысқан.